Қазақ музыка мәдениетінің аса көрнекті қайраткері, күйші, домбырашы, Қазақстан Республикасының халық артисі Дина Нұрпейісова 1861 жылы Орал облысы Жаңақала ауданында дүниеге келген. Динаның әкесі кенже де домбырашы болған адам. Ол Динаны жас кезінен домбыра өнеріне баулиды. 1937 жылы халық өнерпаздарының республикалық байқауына қатысып, бірінші жүлде алған Дина 1939 жылы Мәскеуде өткен халық аспаптарында орындаушылардың бүкілодақтық байқауында домбыраның жамбылы атанады. Құрманғазы Дәулеткерей түркеш дәстүрлерін дамыта отырып, кеңес үкіметі кезінде күйшілік өнерді жаңа бір белеске көтерді. 2 рет еңбек қызыл ту ордені және медалдармен марапатталады. Қазақ СССР-ның халық артисі деген құрметті атаққа ие болған талант иесі. Динаның шығармашылығының арқауы халық музыкасы, осыған сүйеніп өзі де күй шығара бастайды. Ол 1944 жылы Ұлы Отан соғысының ауыр жылдарына қарамастан Ташкентте өткен Орта Азия және Қазақстан әдебиеті мен өнерінің 10 күндігіне қатысып, өзінің озық өнерімен, шынайы орындаушылығымен тыңдаушыларын таңдандырады. Дина тек алып күйші, домбырашы емес, ол әрі көп құрметіне бөленген халық композиторы. Оның әсіресе Ұлы Отан, соғыс кезінде шығарған күйлері тамаша солист домбырашылардың Құрманғазы атындағы мемлекеттік оркестр репертуары түрінен орын алған күйлер. Динаның тойбастары, жеңісі, әсем қоңыры, 8 марты, сауыншысы міне осындай мәңгі жасайтын музыкалық мұра болып танылған. Бақыт шабыттандырады. Динаның мөлтілдеген күй сырымен көмкерілген әсем туындылары әйел бақытына бөленіп, отанасы атанған шағында туған. Ұлы өнермен егіз жаралған, жаны киелі домбырамен бірге қайнасып, тұлпар шабытынан туған күйлерінің әрқайсысы құнды. Олардың әрбірінің өз тарихы бар. Кербез күй нағыз қазақ аруы өз абысынына арналса, Қарақасқа өзі ұзаттыларда әкесінің мінгізген атына сүйіспеншілігін жеткізеді. Ал тыңдаушыны әлдейлеген аяулы сазды әсем қоңыр күйі өз перзентіне арналса керек. Қазақ ұлтына дарыған бірегей өнердің аспанына шарықтап, мәңгіге қадірі таралған туындыларын туған елге тарту еткен Дина Нұрпейісованың туғанына биыл 160 жыл. Аты аңызға айналған біртуар анамыздың мұрасын қастерлеп, есімін аялай білейік. Дина Нұрпейісованың шығармашылығы туралы кітаптарды орталық қалалық кітапханадан алып оқи аласыздар.